Ассалаумағалейкум, қайран әке. Денің сау, аман есен жүрсін бе? 60 жасын асып кетіп еді, аман бол, қайта айналып келгенімше. Екінші сәлем жаздым қымбатты ана. Қалыңыз қалай апа, амансыз ба? Келгенде 18-дей жаны өрттей, жетпедім айтқанына амал бар ма? Үшінші сәлем жаздым Әкрамға. Ел жүрер іші бауырым ойғанда. Ойыма сен түскенде ішім күйіп, ұқсайды өне бойым өрт шалғанға. Төртінші сәлем жаздым Рысқанға. Қарындас бірге туған қонысанға. Қайтейін, айналайын, аман сау бол, тапсырдым мен сендерді бір Аллаға. Бесінші сәлем жаздым кәрі шеше. Қалай аман есен күйлесін бе? Нұрсипат түбі бізге туыс еді, сәлем айт, жиен еді теңгіліме. Алтыншы сәлем жаздым қалған елге. Кір жуып, кіндік кесіп өскен жерге. Барлығы қайынсындай көре тұғып, сәлем айт, өте тату жеңгелерге. Жетінші сәлем жаздым аға іні. Не болар елсіз көрген ердің күні. Есік аш десе түнде тұрмай тұғын, күзетіп мен отырмын ұзақ түнді. Сегізінші сәлем жаздым қарындастар, інілер, арттағы ел мен туысқандар. Болмаса Герман Гитлер бүйтер ме едім. Еліме бүлік салды ау сұмырайлар. Тоғызыншы сәлем жаздым елге тағы. Гитлердің ұстатты қат енді жағы. Қан жеген ке ұқсатқан сұмырайдың қиылып жатыр әне тамырлары. Осымен тоқтатайын жазғанымды, Алланың өзі ондасын сапарымды. Тақауда алыс емес жеңіс бізге, құртып біз барамыз сұмырайды. Осымен ақыр ауыз тоқтатайын, шұбыртып орайсы көп не қылайын. Жаз деп жанған жүрек шыдатпайды, әйтпесе қиял жазып не қылайын.